Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы тауды мекендейтін аң-құс. Птицы, звери, обитающие в горах. Жаңа сөздермен танысыңдар. Құну, росомаха, сусар, куница, тұқымдас, сородич, соплеменник, тауешкі, горная коза, арқар, архар, олар, горная индейка, жапалақ, сава, үкі, филин. Сөздерді тағы да бір рет қайталаймыз. Құну, сусар, тұқымдас, тауешкі, арқар, олар, жапалақ, үкі. Оқушылар жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырып үйреніңдер. Ребята, попытайтесь составить словосочетание, предложение с новыми словами. Жақсы. Я надеюсь, ребята, что у вас получилось правильные предложения, порядок предложений соблюдали. Мәтінмен жұмыс. Тауда аң-құс көп. Кәдімгі қоңыр аюлар бар. Ерен қабырға, Тянь-Шань тауын өте сирек кездесетін ақ тырнақты Тянь-Шань аюы мекен етеді. Тауда түлкілер мен құнулар да бар. Бұл жақта қасқырлар да жүреді. Әдеттегі сұр қасқыр мен қызыл қасқыр да кездесуі мүмкін. Әсіресе сусар тұқымдастарға жататын аң түрлері көп. Олар сусардың өзі мен соған ұқсайтын ақ тышқан, тау биігінен тауешкілер мен арқаларды көруге болады. Бірақ барыстар азайып кеткен. Сондықтан барыстар Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Оларды мемлекет өз қорғауына алған. Жылдан жылға таутеке саны кеміп, көз алдымызда құрап барады. Ал құстарға тауда еркіндік мол. Орман ішінде қорек етіп шоқетіні көп. Жартастарда ұларлар айқайлайды. Таңертеңнен кешке дейін Альпі ұзақ қарғалары қарқылдап жүреді. Қалың шырша ормандарынан жапалақты кездестіруге болады. Орманда жапалақтың жақын туысы үкі де бар. Жапалақ пен үкі түнгі аңшылар. Олар тышқандарды жеп күн көреді. Тышқан секілді басқа да ұсақ кеміргіштерді жейді. Ал енді оқушылар мәтін бойынша әр сұраққа 3 нұсқаның ішінен дұрыс жауапты тауып алыңдар. Ерен қабырға, Тянь-Шань тауында өте сирек кездесетін қандай аң бар? Какие редко встречаются звери у подножия горы Тянь-Шань? Ерен қабырға тауында жиі сирек кездесетін ақ тырнақты аю бар. Ерен қабырға тауында өте сирек кездесетін ақ тырнақты аю бар. Ерен қабырға тауында өте сирек кездесетін ақ тырнақты барыстар бар. Тау биігінен нелерді көруге болады? Кого можно увидеть на вершине гор? Тау биігінен бүркіттерді көруге болады. Тау биігінен қасқырды көруге болады. Тау биігінен қарғаларды көруге болады. Қазақстанның қызыл кітабына не енгізілген? Кто вошел в Красную книгу Казахстана? Қазақстанның қызыл кітабына еліктер енгізілген. Қазақстанның қызыл кітабына барыстар енгізілген. Қазақстанның қызыл кітабына жабайы аңдар енгізілген.
Жақсы оқушылар, сендер дұрыс жауап таптыңдар деп үміттенемін. Ребята, я надеюсь, что вы правильно ответили на данные вопросы, то есть нашли правильный, верный ответ из данных ответов. Сұрақтарға жауап беру. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Тауда аюлардың қандай түрі бар? Какие виды медведей есть в горах? Ерен қабырға тауында қандай аю өте сирек кездеседі? Какая медведь очень редко встречается в горах Тянь-Шаня? Тауда тағы қандай аңдар кездеседі? Какие еще звери встречаются в горах? Тауда мекендейтін қандай аң Қазақстанның қызыл кітабына енген? Какой зверь, который обитает в горах, вошла в Красную книгу Казахстана? Тауда тағы қандай аң азайып барады? Какие еще звери сокращаются в горах? Оқушылар, енді үйге тапсырма жазып аласыңдар. 70-ші бет, 6-шы тапсырма ауызша орындайсыңдар. Ақпаратпен келісесің бе, келіспейсің бе? Значит, вы должны сообщить устно, согласны вы с информацией или же не согласны. Тауда түлкілер мен құнылар да бар. Келісемін, келіспеймін. Бұл жақта қасқыр жоқ. В этих местах нет волков. Тауда сұр қасқыр мен қызыл қасқыр кездеседі. В горах встречается серый волк и красный волк. Сусар тұқымдастарға жататын аң түрлері көп. Тауда барыстар көп кездеседі. Сондықтан барыстар Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Барсы, да, которые поэтому они вошли в Красную книгу. Ребята, отвечая на эти вопросы, вы должны сказать, согласны вы с этой информацией или же не согласны. Согласны, келісемін, не согласны, келіспеймін. Мен бұл ақпаратпен келісемін, я согласна с этой информацией. Мен бұл ақпаратпен келіспеймін, я не согласна с этой информацией. Жақсы оқушылар, енді сабағымызға кері байланыс береміз. Обратную связь дадим нашему уроку. Аяқталмаған сөйлем әдісі методом незаконченное предложение. Мен бүгін білдім. Я сегодня узнала. Ребята, вы этим предложением должны сказать, что вы узнали, какую информацию интересная для вас была сегодня. Мен бүгін түсіндім. Я сегодня понял, түсіндім, поняла. Мен келесі сабақта білгім келеді. На следующий урок я хочу знать. Білгім келеді, хочу знать. Вот этими незаконченными предложениями вы должны дать обратную связь нашему уроку. Жақсы оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.